Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіз. Мен бүгін ерекше соленый жауып көрсететін боламын. Осындай бұған чеснок пен помидорды араластырып, екеуін ассорти қылып жаудым. Міне өте тамаша болып шығады, қыздар, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдын ала банкаларымызды тап-таза қылып жуып аламыз, қыздар. Помидор, чеснок, 700 грамм чеснок алдым, қызыл перец, острый, укроптың бастары, укроптың өзінен де әкелдім, дәм берсін деп. Лавр жапырақ, қара домалақ перец, крышкамыз. Осыларды дайындап алдым, алдын ала жуып, міне қақпақтарымызды қайнатып, бұны да дайындадым. Енді банкаларымызды қойып, паритетіп алдым, барлығын дайындап алып жатырмын, қыздар. Осылай паритетіп алыңдар. Духовкеге паритетсеңіз де болады, қыздар. Әркім өз қалауынша. Помидорларды осылай турап аламыз. Бұл соленый, ерекше соленый, қыздар. Сосын айта кетейін, мен уксус құймадым. Қалаған біреулер енді атылып кетеді деп қорқады, енді жаман болып кетеді деп. Ал уксус құям десеңіздер, өз қалауыңызша. Мен уксус құймасам да менің бұл нем тұрады, кішкентай банка себебі ештеңе қылмайды. Жақсылап қайнатсаңыз, соңында болды. Главный сол. Міне қызыл острый перецімізді турадық. Лавр жапырағын саламыз банкілерге. Қаласаңыз бір түйірден салыңдар, қаламасаңыз 2 түйірден салыңдар. Мен 2 жапырақтан салдым, қыздар. Міне осылай 2 штуктан салсаңдар болады. Қара домалақ переціміз. Бұл соленый тамаша, ерекше соленый, қыздар. Әр тамақты ашқанда күшті кетеді. Укроптың міне осындай басын тастаңдар, дәм береді, қыздар. Мынандай не салмаймын, жапырақтар, вишневый жапырақ не салады ғой. Осы свежий болса, осылар күшті. Міне, осы әр қайсына біреуден ауладан қиып әкеліп сала берем. Осылай қылып, міне тап-таза қылып жуып, әр қайсына біреуден салып шығыңдар. Ана укроптың өзін мен деген турап салам, соңында салам, қыздар, оны. Міне осылай барлығын чесноктарымызды саламыз. Мен чеснок болгарскийдан жауғанды көп жақсы көрем. Соленыйға көп болгарский салатын, бүгін болгарскийім үйде бітік қалыпты, помидор мен чесноктан жауып көрсетіп жатырмын. Негізі тамаша бұл деген соленый. Ерекше болып шығады. Не осылай жақсылап салып аласыңдар. Әркім өз қалауынша сала береді. Одан еш қорықпаңдар, ештеңе болмайды. Әр банкіге осылай тақтап салыңыздар. Помидорды целый салсаңыз да болады, қыздар. Мен турап салдым. Міне, осылай. 2 банкымызды салдық. Енді 3-ші банкымызды саламыз, қыздар. Бұл соленый маған қатты ұнайтыны чесногі көп. Тамаққа ашқан кезде бір ашып жейсің. Қыстың күндері жақсы. Осыдан мен көп майдалап басып алам, қысқа дайындық қылып. Үйде қалса осындай болып не қылып, сразу басып тастайым. Себебі қыста деген ең көп желінетін осы. Чесноктарымызды бөліп салып шықтық.
Міне қызыл переціміз острый, әрқайсына бір кусоктан кесіп салдым. Укроптар турап саламыз қыздар. Менімен осылай жауып көріңіздер қыздар. Менің каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Керекті ақпараттарды көп шығаратын боламын. Укроптарымызды турап саламыз. Турамай салсаңыз да болады, негізі турап салғанды мен жақсы көрем. Приятно болып тұрады. Сыртынан қарағанда да өзі. Міне, енді тұз әрқайсысына чайный ложкамен 1 ложка саламыз қыздар. Дәл осылай әр банкіге 1 чайный ложка тұз саламыз. Паприка саламыз. Чайный ложкамен жарты чайный ложка 0,5. Бұл өте тамаша дәм береді қыздар. Міне жартысын салдық. Міне әрқайсына жарты қасық чайный ложкамен паприка. Қаласаңыз уксус құйыңыздар қыздар жабатын кезде. Суымыз қайнап тұр. Міне үстіне құямыз. Дәл осылай тұзы да ериді. Осылай суын құямыз қыздар. Кім уксуспен жабатын болса, тамыза беріңдер. Мен уксуспен жаппайым, соның үшін тамызбадым қыздар. Осылай да өзі тұрады. Қазір қайнаған суға салып қайнатқаннан кейін ол тұрады, қорқпай баса беріңіздер. Қатты қатырмай тұрып, ең керекті жері осы қыздар. Міне қайнап тұрған судың ішіне майлық қаласаңыз полотенце тастаң, банк сынып кетеді, бұны тастамасаңыз қыздар. Міне дәл осылай жаңағы банкыларымызды қойып шығамыз. Осы тұрсында 30 минут қайнау керек қыздар. Ровно 30 минут қойып алсаңыздар, ол ештеңе де қылмайды, бұзылмайды да тұра береді сол күйі. Міне дәл осылай 30 минутқа қоямыз. Міне, қатырмаңыз, тек осылай қоя салыңыз. 30 минуттан кейін жабатын боламыз. Міне 30 минутымыз өтті қыздар. Міне әрқайсысын алып аламыз да. Өте тамаша соленый болады қыздар. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пайдалы ақпараттар көп шығаратын боламын. Не дәл осылай қатырып тастаңыз. Ыссы күйінде қатырып тастаңыз қыздар. Қатты қатырып болды. Астарың дәмді болсын қыздар. Сендер де жасап көріңдер. Менің соленыйым өте тамаша шықты. Барлығын таулап болғаннан кейін, ішін таулап, домалатып та, тұздарын ертетін болыңдар қыздар. Ертіп жіберіңдер, ештеңе де қылмайды. Міне дәл осындай соленый болады. Өте тамаша қыздар. Жасап қараңдар. Соленый полный рецептерінде шығаратын болам алда. Рахмет.